болмас, қазақ боп туғансың, қазақ бол өлер деп. Кез келген дәріні егер алкогольді ішімдікпен араластыратын болса, оның әсері басқаша болады. Маньяк пен абьюзердің арасында қатты ұқсастықтар бар ма? Әрине ұқсастық бар. Енді біріншіден абьюзер деген ол мынау қоршаған ортаға өте мәдениетті болып көрінеді. Речь психического, вероятно, нездорового человека деп ақыл есі кем дегенге алып келе жатыр ма? Енді оған мен баға бере алмаймын, бірақ бұл қандай диагноз? 8 сағаттың ішінде болып жатқан құбылыс қой бұның барлығы. Ол жерде енді аффект болды деп мен өйтіп айта алмаймын. Ақыл есінде ауытқуы бар, жүйке жүйесі сыр берген адамның осындай оқымаған мамандарға қаралуы сол адам үшін қаншалықты қауіпті? Үлкен дәретке отыра салып, сол дәретімен ойнап отырады деген сияқты да. Сондай құбылыстарды қазір жасарып келе жатқанын көріп жатырмыз. 6 айлық бала, 7 айлық бала сөйлей алмайды, бірақ жаңағы қай жерді ашу керек екен, қай жерді жабу керек екен, бізден жақсы біледі. Яғни біз өзіміз балаға бейімді қылып жатырмыз. Психиатр мамандар сау болсаң да сені жындық қояды да, сосын керек емес дәрілерді салдырып, сені адам қалпынан төменге түсіріп тастайды деп. Қол болсаң қолыңда, құл болсаң төбеңде, ойнайды тұрғанша рухыңнан төгелме, кеудеңді керіп жүр, ескі жау ел болмас, қазақ боп туғансың, қазақ бол өлер деп. Армысыз көрермен, бұл Қамшы ақпараттық агенттігінің Дүр қамшы аталатын жаңа жобасы. Бұл бағдарламада біз қоғамда дәл қазір болып жатқан өзекті өткір мәселелерге қатысты арнайы мамандарға жүгіне отырып сұхбат жанрында талқылайтын боламыз. Пікір алмасамыз. Бүгінгі менің қонағым Алматы қалалық психикалық сауықтыру орталығының директоры Сапар Рахменшеев. Мырза, Сапар аға, көп рахмет уақытыңызды арнайы бөліп келгеніңізге. Жақында Солтүстік Қазақстан облысында, осы 1-2 күндікте болды, Солтүстік Қазақстан облысының Айыртау деген ауданында әпкелі інілі ағайындар суицид жасады деген ақпарат тарады. Қыз жақында ғана тұрмысқа шыққан екен, қыз өз-өзіне қол жұмсағаннан кейін 1 күннен кейін жаңағы інісі қайтыс болды, ол да суицид жасады. Жалпы бұл суицид деген тұқым қуалайтын ауруға жата ма? Неге ағайындылар? Жалпы ол жағдайға қатысты пікір білдіріңіз деп тұрған жоқпын. Жалпы осы суицид мәселесіне қатысты бұл тұқым қуалайтын ауруға жата ма? Енді ол шын мәнісінде енді жер бетінде бүкіл әлемде өз-өзіне қол көтеру құбылыстары жиі кездеседі. Мысалы 100 адамның ішіндегі тек 15%-ға дейінгісі психикалық аурулармен байланысты болуы мүмкін. Яғни ол егер психикалық аурулары болатын болса, ол әрине тұқым қуалайды. Негізінде енді бұл суицидтің пайда болатыны өзіңіз жаңағы білетіндей, бұл жас балдардың арасында, жас өспірімдердің арасында, оқушылардың арасында, сонымен қатар жас қыздар мен жас балдардың арасында, енді біздің Алматы қаласы бойынша өткен жылмен салыстырғанда бізде өздеріне қол көтеру мәселелері өткен жылғы 22 жылмен салыстырғанда бізде азайып отыр. Енді соның барлығын зерттеп келген кезде, енді біріншіден жаңағы жастардың арасындағы қыздан жігіті қалдырып кетеді, болмаса жігітті қызы қалдырып кетеді. Соны негізінде енді бұл қалай деп айтсам, мына балдар көбінесе мына демонстративті түрде жасайды. Демонстративті түрде деп отқанымыз өздеріне көңіл бөлгенді қалайды. Неге? Өйткені мынау өзінің қоршауында отырған, өсіп отқан жанұясында ата-анасы көңіл бөлмесе, болмаса мынау қоршаған ортада мектепте көңіл бөлмесе, жаңағы балалар өздеріне жаңағындай қол көтеру арқылы өзінің ішкі жан айқайын сыртқа көрсетіп, өзіне көңіл аударғысы келеді. Енді соған байланысты енді көбінесе мынау суицидтің болатынын, өз-өзіне қол көтеру, көбінесе мынау қорқыту, мысалы қолын кескенде де терісін бетін ғана кеседі деген сияқты. Сосын мына дәрілерді ішкен кезде де жаңағы таблеткілердің санын азғып ішеді, әдейі жаңағы көмек көрсеткен кезде тез жанын алып қалатындай қылып. Сондықтан бұл жерде де жаңағы кез келген әрбір болған суицидке біз жеке-жеке тоқтап, соның себебін анықтауымыз керек. Жалпы осы суицид мәселесін көтерген кезде көбінесе бізге айтады журналистерге, сендер жиі көрсеткен сайын бұл құбылыс жиі көрініс береді деп. Бұл қандай да ақтауға келетін, растауға келетін дерек па?
енді шын мәнісінде мысалы мен өзім осы Алматы қаласындағы мектептердегі ата-аналармен өзім жеке кездесіп, оларға осы балаларға өсіп келе жатқан оқушыларға уақытылы көңіл бөлу жөнінде біз үлкен кездесулер өткізіп тұрамыз. Мен өзім сондай екеуіне қатыстым. Сонда шын мәнісінде ол ата-аналардың бізге қоятын сұрағы сол: менің балам мысалы суицид не екенін білмейді, сіздер соны айтқаннан кейін бар олар ойлана бастайды дейді. Енді бір жағынан кейбір ата-аналардың сондай өздерінің ой пікірлері бар. Шын мәнісінде кейбір балалар ол туралы білмеуі де мүмкін. Суицидтің не екенін де білмеуі мүмкін. Ал жаңағы бұны жиі көтеретін болсақ дейді, ол жаңағы балдардың соған ойланып, сол әдіс арқылы жұртты қаратуға болады екен ғой деген әдіске айнала ма деп қорқады. Шын мәнісінде ол кейбір ата-аналардың да айтып жатқан несі, көтеріп жатқан мәселелер ол да орынды деп ойлаймын. Жалпы жастардың мәселесін көтердік қой. Жақында сіздің бір сұхбатыңыздан көріп қалдым. Біздің жастар арасында депрессиялық ауруға шалдығатын жастар жиілеп кетіпті оқушылардың арасында дейді. Статистикалық тұрғыдан және себебін айтып берсеңіз. Енді мысалы біздің орталықта, психикалық денсаулық орталығында Алматы қаласы бойынша бізде 12 мыңға жуық адам диспансерлік бақылауда тұрады. Енді балалардың арасында 2200-ге жуық, өткен жылғымен салыстырғанда 12%-ға өсіп отыр балалардың арасында аурушаңдық. Ал қазіргі таңда енді бізде балалар бөлімінде шын мәнісінде өткен жылғымен арғы жылмен салыстырғанда қазіргі таңда бізде осы балалардың депрессияға, күйзеліске шалдығумен жатқан балалардың саны көбейіп отыр. Ол не деген сөз? Ол деген сөз біріншіден мынау балаларына, мен жаңа айтып кеттім ғой, ата-аналардың уақытылы көңіл бөлмейтінде. Неге? Өйткені бала өзінің ойын айтқысы келеді, бірақ оны айтқызбайды. Бала ішіндегі мазалап жүрген нәрселерді көтеріп сұрақ қойғысы келеді, оған жауап таппайды. Енді шын мәнісінде ата-аналарды түсінуге болады. Енді қазір менің қолым тимейді, қазір уақытым жоқ, кейін алайық, кейін жауап берейін деп кейінге қалдыра береді. Ал кейбір ата-аналар бар, ол сұрақты қоя бермеу үшін қолына соткасын ұстатып қояды, осымен ойнай бер деп. Ямысы жаңағы планшетті ұстатып қояды, мен ойнай бер, кейін айтамын деген сияқты. Түсініп отырсыз ба? Сондықтан бұл сұрақтардан қаша бастайды ата-аналар. Ал ол бала өзінің қойған сұрағына жауап таппаса, ол әрине жаңағы ғаламторға кіре бастайды, көшеде өзінен үлкен адамдардан, жастардан біле бастайды деген сияқты. Түсініп отырсыз ба? Сондықтан осының нәрсенің барлығы балалардың депрессияға алып келуіне алып келеді. Депрессия деген не? Депрессия деген бала өзінің әлемінде өзінің жүруі. Ол бара-бара егер біз уақытылы көңіл бөліп, егер оны емдеп, егер қолдамасақ, ол ертең ауруға да айналып кетуі мүмкін. Қандай ауруға айналуы мүмкін? Яғни біріншіден ол қоршаған ортамен араласпауға тырысады. Үнемі өзінің өмірінде, өзінің әлемінде жүреді. Туған туысқандармен қатысуды тоқтатады. Неге? Өйткені оның жанын ешкім түсінбейді. Айтайын десе, өз сені шаршаттың деген сұрақтар мысалы жауап алады. Сондықтан осыны мазаламау үшін олар амал жоқ өзінің әлемінде өздері жүретін болады. Жалпы баланың осындай күйде жүргенін ата-ана қалай байқай алады? Алғашқы белгілері қандай? Жоқ, енді алғашқы белгілері болғанда біріншіден бала өзгере бастайды ғой. Ана деген ол өте сезімтал. Неге? Өйткені кез келген баланың жаңағы өзіңіз білесіз ғой, балдар тәй-тәй баса бастаған кезде жаңағы арғы бөлмеде бір нәрсені білдіріп, жаңағы өздерінің қылықтарымен білдіріп қояды, бір нәрсе білдіріп қойған мысалда, соны ата да оны тез сезіп қояды. Сондықтан егер баланың өзгеріп жатқанын сезсе, олар сол кезден бастап біз көңіл бөле бастауымыз керек. Мысалы маған өткенде хабарласады, осы уақытқа дейін балам менің үнемі осы айтқанымды істеп, үнемі жаңағы сабақта болған айтып бөлісетін, соңғы осы 3-4 ай болды, балам тұйық болып қалды депті. Соны не істерімді білмей жатып, егер сұрайын десем, балам үнемі сұрақтардан кетіп қалады. Үйге кеш келуді көбейтті деп. Сонда баланы кеңеске алып келді, жаңағы ойынқұмарлыққа ақша тігуге кіргені анықталды. Ол енді кез келген нәрсенің де осы мысалы оның үлкен артында жатқан асқынулары барды, кез келген жаңағы әуестіліктің.
жалпы осы күйіне баланың мән бермесек, ары қарай ушығып кетуінің өзі ойын құмарлыққа салынып кетуі, немесе басқа орта табып алуына апаруымыз мүмкін баланы. Әрине, енді қазір осы уақытта қазір біз жаңа алдында суицид туралы да айттық та мысалы. Енді қазір суицидтің шамамен сол 35-40%-ға дейін осы ойын құмарлықтың нәтижесі болып тұр. Өйткені неге? Қарыздар көбейіп кетеді, іздейтін адамдар көбейеді, туған туысқандарынан қаша бастайды, достарынан қаша бастайды, жұмыс жасап жатқан жерден қаша бастайды. Өйткені барлығынан қарыз алған, сонда оларда тек бірақ жол бар, сол өзіне қол көтерсе, сол мәселелердің барлығынан құтылып, бір жолы кетіп қалам деп ойлайды. Сөйтіп, сол өзіне қол көтеруге барады. Ал егер мынау өсіп келе жатқан балаларға көңіл бөлмесек, әрине бұл бала барады, өскеннен кейін барып, бұл баланың мінез құлқы өзгереді, жаңа қаражат табу үшін қылмысқа барады, сосын барып өтірік айтуы көбейіп кетеді. Яғни бұның өмір сүруі өзгеріп кетеді. Ол қалай деп айтсам, егер бұны біз қолға алып, егер уақытылы көмек көрсетпесек, бұл бара-бара одан да қатты түрлеріне айналып кетуі мүмкін. Қазіргі жағдайында мысалы жаңағы ешкіммен араласпайтын, өз бөлмесінен шықпайтын депрессиялық күйдегі баланы ата-анасы анықтағаннан кейін, оны арнайы мамандарға апармай өзінің үй жағдайында көмек көрсетіп емдей алу мүмкін бе? Енді бізді құртатын сол ғой, мына үйде өзіміз отырып алып өзіміз емдейміз, я болмаса мынау қазір кез келген адам барлық психолог болып жатыр, кез келген адам жаңағы отырып ақыл кеңес беріп жатыр. Шын мәнісінде ол дұрыс емес. Неге? Өйткені біздің орталыққа өз бетімен емдегендердің барлығын алып келеді да, кейін ол асқынып кеткеннен кейін барып алып келеді. Ол балды балаға да, ауырып жүрген науқас адамға да өте ауыр. Неге? Өйткені олар біріншіден ұйқылары болмайды, мына ми тынықпайды. Сондықтан бұл сосын бар мынандай жедел кезең деген болады. Жедел кезең кезінде бұл қоршаған ортаға я болмаса өзіне қауіпті болуы мүмкін. Ондай да жағдайлар болды. Бізде анау барып молдаларға барып оқытып, не қылып нәтиже болмағанның өзінде де, бірақ қыз баланы алып келген кезде жаңағы асқынған түрін көрсеңіз, ол жерде шын мәнісінде асқынып кеткен түрінде алып келді бізге. Асқынып кету жаңағы бастапқы күйге мән бермеудің асқынуы ма? Мысалы жаңа депрессиялық күйлі. Әрине, жоқ, ол біріншіден енді басында егер кез келген ауруды біз алдын алып емдеп не қылмасақ, ол ертең асқынып кетуі мүмкін да. Мысалы мынау қатерлі ісіктері болсын, мысалы да, ол профилактикалық тексеруден біз алдын алу шараларын неге жасауымыз керек? Өйткені біз оны өткізіп алмауымыз керек. Оның бастапқы кезінде ол белгі бермейді, кейін асқынғаннан кейін барып белгі береді. Сондықтан біз асқынбай тұрған кезде жаңағындай тексерулерден уақытылы өтіп тұруымыз керек. Жаңа қазір өзіңіз білесіз, әр емханаларда әр жастың өзінің скрининг деген түсінік бар. Скрининг деген соны алдын алу тексерулері ғой. Әрбір жаста мысалы 45 жасқа дейінгілерді, жаңағы аналы әйелдерді жаңағы сүт безін тексеру деген сияқты осындай скринингтерді неге жасайды? Өйткені біз болатын аурулардың алдын алу. Егер біз оны ертерек анықтасақ, оның нәтижесі өте жақсы болады. Жалпы сіздердің орталыққа жүгінетіндер, сіздердің орталықтың мамандарына жүгінетіндердің саны жыл санап артып бара ма? Қаншалықты жүгініп? Әрине, ол қазіргі таңда бізде өткен жылғымен салыстырғанда 6%-ға өсіп отыр. Аурушаңдық өсіп отыр. Балалардың арасында да 12%-ға өсіп отыр. Енді ол ішінде түрлері бар аурулардың жаңағы. Ақыл есінің кемдігі, органикалық өзгерістердің кесірінен пайда болатын ауру, сонымен қатар тұқым қуалайтын шизофрения ауруы болуы мүмкін. Осылардың барлығын салыстырып отқанда өткен жылғымен бізде көбейіп отыр. Бұл немен байланысты? Халықтың жаңағы арнайы дәрігерлерге, психиатрларға бару қажеттілігін түсінген бір сауатты түрде баруының көбеюі ме, әлде шын мәнінде сондай жүйке жүйесі аурумен ауыратындардың саны көбейді ме? Енді шын мәнісінде өзіңіз қарап отырсаңыз, қазіргі таңда өзіңіз білесіз, біздің психиатр, психолог маманға бар десе, біздің азаматтарымыз, халқымыз бірден қаша бастайды, мен жынды емеспін ғой. Есепке алып қоя ма деп қорқады. Енді бұл жерде ең бірінші себеп сол есепке алып қойып, жаңағы біздің болашақ өмірімізге тікелей әсерін, кері әсерін тигізеді деп ойлайды. Сосын біздің өзімізде де мынау намыс деген бар, ұят деген бар. Мен үнемі бір жаңағы жағдайды айтып жүремін. Мен осыдан бір 3 жылдан бұрын ба 80-нен асқан ақсақалмен апа өзінің 38 жасындағы қызын алып келді.
сонда ол туылғаннан сондай психикалық ауытқуы бар бала, сонда жаңағы анасы мен әкесі 38-ге толғанша бірде-бір маманға алып бармаған, бірде-бір маманға көрсетпеген. Сонда мен ана қызды көрген кезде мен жүрегім ауырған соншалық, мен ақсақалға айтып отырмын, ата, мынау бұныңыз не, неге ертерек алып келмедіңіз? Егер ертерек алып келгенде біз емдеп, бұл қыз бала өзін қамтамасыз ете алады ғой, мына тамақ істеуді мысалы үйрету, мынау қоршаған тұрып атқан жерді мысалы таза ұстау деген сияқты сондай қарапайым нәрселерге біз үйрететін едік. Сонымен қатар мынау ойлау қабілетінде де егер уақытылы емделмесе, ол қайтымсыз құбылыстар болуы мүмкін. Сонда жаңа 38-дегі қыз баламыз сол жаңағы 5-6 жасар баланың деңгейінде қалып қойған. Енді неге алып келдіңіз десем, балам, мен осы уақытқа дейін ұялдым, намыстандым, ертең мен қызымды жындыханаға қамап тастапты деп айтпасын деп. Яғни диагноз да қойылмаған ба сол күнге? Әрине. Енді неге, қандай мақсатта алып келдіңіз десем, біз ертең өлгеннен кейін бұл бала инвалидность мүгедектікке шығып, соның ақшасын алып әйтеуір күнін көрсін деп келіп отырмыз дейді ғой. Түсініп отырсыз ғой. Сондықтан бұл жерде біріншіден балаға обал. Егер біз уақытылы кезінде емдегенімізде, ол ондай деңгейде болмас еді. Яғни жынды деген сөзден қорқып, мынаның қызы жынды, баласы жынды деген сөзден қорқып, ата-аналар көп жағдайда балаларын уақытында әкелмейді. Иә, алып Ал келмейді. бұл Намыстанады, нәрсенің ұялады. ушығып кетуі, ол тек сол отбасыға ғана емес, айналасына да қауіпті ғой. Иә, егер Жоқ, адамның егер- ақыл есі кем болатын Әрине, болса. егер оны жаңағы уақытылы емдемесе не қылмаса, мынандай өршігу кезеңдерінде ол әрине қауіпті. Ол өзіне де, қоршаған ортаға да қауіпті Мгм. болуы мүмкін. Түсініп отырсыз ба? Сондықтан Мгм. бұл жерде ол айтарым, намыстанатын ешнәрсе жоқ. Ол ауруды емдеуіміз керек. Мгм. Түсініп отырсыз ба? Ол уақытылы көмек алу керек. Енді қазіргі таңда шын мәнісінде ол қазіргі мынау кеңес одағындағы психиатрия мен қазіргі психиатрияны салыстыруға болмайды. Мгм. Неге? Өйткені қазіргі өйстіп үрей болып қалған, бізге айтатын, сендер қазір ана дәріні салып тастайсыңдар да, сен бұны мал қылып тастайсыңдар дейді ғой. Иә. Атын білмейді, не қылмайды. Қазір біріншіден ондай жасалмайды. Екіншіден қазіргі заманға сай бізде дәрі-дәрмектер қолданылады. Мысалы. Мгм. Енді қазіргі таңда менің өткен жылғымен салыстырғанда бізде психиатр, психолог мамандарға келудің саны артып отыр. Бұл не деген сөз? Бұл деген сөз біріншіден осы психиатр, психолог мамандарға сенімнің артуы Мгм. деп ойлаймын. Мгм. Енді әсіресе мынау жастардың арасында, жасөспірімдердің арасында. Менің өзіме де енді бірнеше рет мынау 16-17 жасар балдардың өздері Мгм. ата-аналарын ертіп келген Мгм. уақыттар болды. Кеңес алып, мысалы, мен осы мысалды үнемі айтамын, жаңағы бір 17 жасар бала келіп маған жаңағы мамасы кіруге ұялып намыстанып тұр. Мгм. Кірмей ақ қояйыншы деп. Сонда баласы айтып отыр, мен дейді, осы 6 айдан кейін мектеп бітіремін дейді. Менің қасымдағы сыныптас достарым дейді, олар кім болатын, қандай мамандық таңдаған білет дейді. Ал мен осы уақытқа дейін әлі білмеймін мен дейді. Мгм. Сондықтан мен есім дұрыс па, әлде дұрыс емес пе, соны айтыңызшы дейді. Мгм. Соны енді о баламен 30-40 минут әңгімелесіп, барын сөйлесіп болғаннан кейін барып, ол анасына шығып айтып отыр ғой, ана сіздің жауап бере алмаған сұрақтарыңызға мына кісі жауап берді. Мгм. Енді біраз уақыт сөйлесіп болған, барын түсіндіріп болғаннан кейін ол бала қазіргі таңда оқуға түсіп, өзінің мамандық таңдағанын сол өзі қуанып хабарын берді бізге. Мгм. Ал бір баланы алып келді, ол бала, ол да өте ақылды бала, ол да 17-18 жастағы бала, жас жігіт. Сонда мен неге туған бауырларыма қарауым керек Мгм. дейді. Мгм. Мысалы, мен неге міндеттім ба не оларға қарауға дейді. Соны айтыңызшы дейді да. Сонда оған да айтып түсіндірдік та. Барлық қай жақтан басталған, нен соны кейін шыққаннан кейін анасына айтып отыр, ана кешіріңіз, мен өзім жаңағы не қылған дұрыс емес екен менікі, мен барлығын өзім қараймын, не қылаймын деп. Сондықтан мынау жастарға қазір таңғалатын ешнәрсе жоқ. Жастар керісінше олардың өздерінің ішіндегі құбылыстарды, болып жатқан нәрсені сұрағын қойып, соның жауабын алғысы келеді. Өздері Иә, ізденіп қазір жүр. жастардың арасында да биполярка, у меня биполярка дейді да, мысалы. Соны мен студенттердің арасында отырып, жаңа осындай кездесу өткізіп жатқанда біреу естіп қалды, у меня биполярка. Мен айтамын, сіз биполярка неке білесің бе деймін. Мгм.
қазір ол шын мәнісінде саған биполярка деп диагноз қойсақ, ол біз қазір емдеуіміз керек, сен жатсың, сонда ол жаңа ашып айтқаннан кейін бар қорқып кетті да, мен кешіріңіз, мен просто соны жаңағы бір екі жастардың киносында көріп қалып, соны естіп, соны неғылғаным ғой дейді. Я сондықтан өйтіп неғыла бермеңіз деп, ол биполярка деген ол сау адамның несі емес, ол жаңағы көңіл күй көтеріп, мен жаңағы керісінше құбылмалы болып тұрам деген сөз, түсініп отырсыз ба? Сондықтан ондай білмейтін, түсінбейтін сөздерді айтпауға тырысыңдар дедім да, мысалы. Содан кейін жаңа жастардың арасында осындай түсініктер көп та жаңағы. Жалпы сіздердің орталыққа барып, мен мынадай адам кісілерді білем да, тіпті ақыл есіне күмәнданып дәрігерлер арнайы орталыққа жатқызып, сол жерде емделіп шығып, қазір қайдан кәдімгі кәсіпкер, кәсібін жалғастырып жүрген адамдар бар да. Яғни мамандарға бару бірден оларды қамап тастап жатқызып емдемейді, өзінің еркімен қалауымен емделіп, толыққанды айығып кетуге мүмкіндік бар. Диагнозына қарай. Әрине, енді қараңызшы, бізде мысалы да жұрт ойлайды қазір психиатрге барлығын қарып жойып тастайды деп. Біріншіден, егер психиатр маманға келіп отқан адам келісім бермесе қарауға, біз қарай алмаймыз ол адамға. Түсіндіңіз бе? Мысалы, сіз келсеңіз, мен психиатр дәрігердің қарауына қарсымын десеңіз, сізді ешкім қарамайды, тексермейді. Бізге келісімі керек. Өз еркімен. Біріншіден, екіншіден, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, келіп емделіп, жазылып қалпына келді, бізде психосоматикалық бөлім бар. Психосоматикалық бөлім деген сөз жаңағындай есігі ашық, келіп кетіп жатып, жаңағы өзінің қолында ұялы телефоны болады деген сияқты, сондай бөліміміз бар. Ол бөлімде мынау күйзелісте жүрген, невроз болған, сонымен қатар жаңағы әртүрлі нелердің кесірінен астения болып шаршап жүрген адамдарды, солар сол жерде жатып емделеді. Уақытылы жаңа біздің психотерапевт, психолог мамандардың көмегін алады. Егер дәрі-дәрмек қолдану керек болса, біз дәрі-дәрмек қолданамыз. Кейде мынау көп адамдардың қорқатын осы дәрі-дәрмектен қорқады. Енді біріншіден адам ауырып жатқанда, мысалы, дене қызуы осы 38-ден жоғары болса, біз міндетті түрде ыстықты басыратын дәрі қолдануымыз керек. Мысалы, егер қабыны болып жатса, біз антибиотик қолдануымыз керек. Егер оны қолданбасақ, асқын болып кетеді. Бұл жерде де психиатрияда дәл сондай. Егер адамның ұйқысы бұзылған болса, егер бізге келгенде, мысалы, 3-4 күн ұйықтамай келеді. 3-4 күн ұйықтамады деген сөз, ми тынықпады деген сөз. Ми тынықпаған кезде бұл жерде әртүрлі құбылыстар болуы мүмкін. Түсінесіз бе? Әртүрлі құбылыс болғанда біріншіден құлағына дауыс естілуі мүмкін, көзіне елес келуі мүмкін. Түсінесіз бе? Бұны сосын бұлардың сіркесі су көтермейді. Біреу бір бәле болса, біреу қарағанның өзіне де олар жаңағы ашуланып соған бүйтіп секіріп тұрады. Түсінесіз бе? Сондай кезде біз дәрі-дәрмекті қолданбасақ, ол дәріні мысалы ұйқыны жақсартатын дәрі қолданбасақ, сіркесі су көтермейтін жағдайды қалпына келтіретін дәрі қолданбасақ, бұл құбылыс үнсіз кетпеуі мүмкін. Сондықтан жаңа дәрі-дәрмекті қолдануымыз керек. Сосын көбісі бізге келетіндердің барлығы қорқып қалатыны, біздің қолданған дәрі-дәрмекке тәуелді болып қалады деп қорқады. Оған тәуелді болмайды. Ол жағынан қорықпасын. Жалпы ұйқысыздық деген диагнозға келсек, жалпы қазір тіпті менің өз айналамда да 2-3 адамнан естимін, ұйықтай алмаймын, түннің бір уақытында ұйықтамай жүрем деп. Жалпы біз қазір қолданатын телефонның сол ұйқысыздық диагнозына қандай да бір ықпалы бар ма? Басым көпшілігіміздің жұмысымыз осы телефонда күні-түні қараймыз. Қандай әсер етеді біздің? Әрине, мынау біріншіден біздің мынау ұялы телефон пайдалы болғалы бері адамның жалпы өмір сүру қабілеті өзгерді. Біріншіден көбісі осы ұялы телефон арқылы күн көріп жүрген адамдар бар. Солай ғой? Біріншіден. Екіншіден, сол арқылы өзінің істеп жатқан жұмысын жарнама жасайды, мысалы. Сонымен қатар, енді кейбіреулер бар, мысалы, өзінің суретін салады да, егер 10-15 минуттың ішінде біреу лайк баспаса, ол қозып, жаңағы мен суретім дұрыс шықпай қалды ма, жұртқа ұнамай қалмады ма деген сияқты да, сондай құбылыстар болады. Яғни, осығанда шамалы тәуелділік пайда болады адамда. Кейбір адамдарды білем, мысалы, біреу егер жаңағы SMS жазбаса, жаңағы ашуланып, орнынан тұрып, жаңағы тамақ ішкісі келмей, бір нәрсе жетпей жатқан сияқты. Ал жаңағындай лайкын басып, жаңағындай SMS келсе, көңіл көтеріліп, жаңағы қалпына келіп, қуана бастайды. Әрине, бұл тікелей
біздің ұйықтауымызға, ұйықтамауымызға да тікелей әсер етеді. Неге? Өйткені Мгм. көбісі адамдардың жатар алдында төсекке жатқан кезде барып, осы ұялы телефондарын аша бастайды да, не жаңалық болып жатыр екен деп түнде көреді ғой. Иә. Әрине, мынау мида бір мидың қасиеті, ол сізге қызық мәлімет көрген кезде мынау ұйқыны ашып жіберетін процесс басталады. Мгм. Түсіндіңіз ба? Жатарда егер оны көріп, жаңағы өзіне қызық тақырыптарды жатарда іздейтін болса, әрине олардың ұйқысы ашылып кетеді. Мгм. Сондықтан бұларда бара егер бұл жиі сөйтіп қолданылатын болса, бұл әдетке айналып кетіп, ұйқысыздық алып келуі мүмкін. Жалпы ұйқысыздық диагнозымен келушілер көп па сіздерге? Қазір енді ол ұйқысыздықтың да өзінің түрлері бар ғой. Мгм. Ол жаңағы әртүрлі адамдардың кейбір ішкі ағзаларының ауруларының кесірінен болуы мүмкін. Мгм. Біріншіден. Екіншіден, мынау психикалық тұқым қуалайтын аурулардың да кесірінен болуы мүмкін. Мгм. Әртүрлі күйзеліс кесірінен болуы мүмкін. Мгм. Солай. Бұның ұйқысыздықтың себептері өте көп. Сондықтан оны емдегенде де бірінші себебін анықтауымыз керек. Себебін жойып барып, сосын барып ұйқысыздықты қалпына келтіруге болады. Сапар аға, осы қазір қоғамда өте бір резонансты істердің бірі, бүкіл қоғам назар аударып отырған Бишімбаев деген кісіге байланысты сот процесі. Жақында шетелдік ресейлік блогер Наталья Грейс сұхбат алды да, сонда біз енді тікелей Бишімбаевтың өзіне мына жақта отырып алып баға беріңіз мінезіне деп айта алмаймын, бірақ жаңағы шетелдік блогер отырып алды да толыққанды ана кісінің бүкіл мінез құлқына, сот процесінде беріп жатқан жауаптарына байланысты өзі баға беріп тастады. Сонда спутанность сознания деген терминді алға тартты, және атаракс деген бір препаратты қолданған, Қуандық өзі қолданды ма деп ата-анасынан сұрап жатыр да. Жалпы бұл не препарат, және спутанность сознания деген қандай термин? Речь психического, вероятно, нездорового человека деп ақыл есі кем дегенге алып келе жатыр ма? Енді оған мен баға бере алмаймын, бірақ бұл қандай диагноз? Маман ретінде білгім келіп тұр. Сол санасының бұзылуы деген мағына ғой. Енді атаракс деген бәрі негізінде ол анау операция жасайтын кезде, бір тексеру зерттеулер жүргізген кезде, сондай мынау алдын ала премедикация дейді, сол кезде жасалатын дәрі ғой ол. Жаңағы мынау қорқынышты басу үшін сол кезде қолданылатын дәрі. Енді жалпы бұл құбылыс мысалы кез келген жанұяда болатын құбылыс. Яғни күйеу мен әйелінің арасындағы қарым-қатынас. Кейбіреулерде сыртқа шығып кетуі мүмкін, кейбіреуде сыртқа шықпауы мүмкін. Ол енді қазіргі таңда шын мәнісінде қазір мынау бір-бірін жақсы көреді, бір-бірін қызғанады. Осының нәтижесінде осындай соңғы өкінішті нәрселерге алып келеді. Сондықтан ал енді ол жерде жаңағы баға беретін болса, біріншіден бұл жерде психикалық сот сараптамашылары бар. Ол жерде нақты өздерінің зерттейтін әдістері бар. Сол кезде олар өздері анықтап бере алады. Болған ба, болмаған ба. Сондықтан ол жерде біз ешнәрсе айта алмаймыз. Жақсы, тікелей бұл кісіге қатысы болмаса да, жалпы аффект жағдайында адам өлтіру деген деректерді біз жиі естиміз. Жаңағы шетелдік блогер осыған әкеле жатқандай көрінді. Енді бұл менің болжамым. Аффект жағдайы ондай ұзақ уақытқа созылмайды ғой. Жоқ, енді жоқ, ол біріншіден ол аффект деген ол біріншіден аяқ астынан пайда болатын құбылыс қой. Аяқ астынан. Мысалы, біреу қорқып кетуі, шошып кетуі мүмкін. Я болмаса біреу өміріне қауіп төндіріп тұрған кезде мысалы аффект болуы мүмкін. Енді бұл жерде білмеймін, мен айтып отырмын ғой, бұл психиатр сот сараптамасы арқылы ғана анықтайды ғой, егер ол шын мәнісінде сондай болған өзінде. Ал негізінде енді ол жерде аффект аяқ астынан болып жатқан жоқ қой. Ол жерде мысалы 8 сағаттың ішінде болып жатқан құбылыс қой бұның барлығы. Ол жерде енді аффект болды деп мен өйтіп айта алмаймын. Сондықтан оны енді айтып отырмын, мен тағы да айтамын, оның нақты жауабын тек сараптамашы, сот психиатриялық сараптамашылар ғана қойып бере алады. Жауап. Кешіріңіз, тағы да осыны тереңдей түскім келіп тұр. Маман ретінде сұраймын. Бұл іске қатысы жоқ, көрермендерге де ескертіп айтайын. Тікелей біз бұл сот процесіне баға берейін деп отырған жоқпыз, бірақ дәл осы қоғам назарында болған сот процесі болғандықтан, және
кеше ата-анасынан алып отырған шетелдік блогер тағы бір сөзді айтты. Бишімбаевтың сот процесінде жауап беріп жатқан сөзінде өте баяу сөйлеуі, бір сөзді қайталап айта беруі, бұл оның мүмкін біз науқас адамды соттайын деп жатқан шығармыз дегенге алып келе жатыр да. Жалпы ол кісінің өте төменгі монотонно дейді, төменгі дауыспен сөйлеуі, ол адамның ақыл есіне баға беруге бола ма? Төменгі дауыста сөйлеуіне Жоқ. қарап, немесе бір сөзді қайталай беруіне Жоқ, қарап. оған баға бере алмаймыз біз. Енді біріншіден мен айтайыншы, ол егер кез келген адамға диагноз қою үшін, нақты диагноз қою үшін, ол адамды біз жатқызып емдейміз, жатқызып өзіміз зерттейміз. Оны зерттегенде өзінің әдістері бар. Түсінесіз бе? Оның кейбіреулер ойлайды, жаңағы психиатрға келді, бірден диагноз қойып бере салады мәңгі. Жоқ, ондай емес. Біздің басқа бір емдеу, басқа ауруларға қарағанда біз ұзақ зерттейміз. Яғни, мысалы біз орташа айтқанда бір айға жатқызып, бір айдың ішінде біз сол адамды бақылаймыз. Күндізгі жағдайын, түнгі жағдайын, оның мінез құлқын, ойлау қабілетін, өзіміздің әдістеріміз бар, сол әдістерді пайдалану арқылы тексереміз. Ал шын мәнісінде ол кейбір адамның өзінің мінезінің ерекшелігі болуы мүмкін. Мысалы, ол мінезінің ерекшелігі болып тұр, біз оны мынандай деп, жаңағы былай деп сөйлеген үшін мынандай деп, біз сырттан отырып, біз ондай шешім қабылдай алмаймыз. Ал жалпы жаңағы атаракс деген дәріге айтатын келейін деп тұрмын. Атаракс препаратын қолданған адам ішімдік ішетін болса, екеуі араласады болса, ішімдік пен дәрінің, кез келген дәрінің, оның әсері қандай болуы мүмкін? Енді біріншіден ол жалғыз атаракс емес, кез келген дәріні егер алкогольді ішімдікпен араластыратын болса, оның әсері басқаша болады. Неге? Өйткені біріншіден алкогольді ішімдіктің адамды масайту қасиеті қатты күшейіп кетеді. Түсіндіңіз бе? Ал жаңағы дәрінің ол жаңағы алкогольдің қасиетін күшейтуі де әсері болуы мүмкін, керісінше азайтуы да мүмкін. Түсінесіз бе? Ол жаңағы ішіп отқан дәрінің түріне байланысты. Сондықтан ол кез келген мынау қарапайым тұмау демдеп атқанның өзінде де кейбіреулер мысалы жаңағы алкогольді ішімдік ішіп жатып мүлдем болмайды. Неге? Өйткені біріншіден мына дәрінің қасиетін жояды, екіншіден жаңа алкогольдің әсер ету қасиетін күшейтіп жіберуі мүмкін. Әсерін көбейтіп жіберуі. Әсерін күшейтіп жіберуі мүмкін. Осы дерекке байланысты тағы да. Бишімбаев суд процесі кезінде жаңағы осы жағдай болғаннан кейін, қылмыс болғаннан кейін өз-өзіне қол жұмсамақ болғандығы туралы айтылды да. Алматыда бір екі баласын өлтірген өгей әке, екі баласын өлтіріп тастағаннан кейін барып өз-өзіне қол жұмсамақ болды. Бір әйел өзінің 3 баласын балконнан лақтырып жіберіп, артынан өзін өлтірді. Жалпы бұл ол адамдардың сол күнге дейін науқас болғандығын білдіре ме? Жалпы осы деректерде бір ұқсастық бар ма? Адамның өз-өзіне қылмыс жасап алғаннан кейін қол жұмсауы, ол қылмыстан қорқу ма, әлде бір қандай да бір диагнозға жатқызуға бола ма? Жоқ, енді біріншіден жаңағы келтірген мысалдардың барлығы белгілі бір нәтиженің кесірінен болып тұр ғой. Мысал, бізде сенім телефоны бар, 376-56-60. Мысалы, сенім телефоны арқылы осыдан 2 жыл ма, 3 жыл бұрын бір әйел адам хабарласып, бізге өзінің қол көтергісі келіп атқаны туралы айтады. Сонда біздің мамандар ол кісіні үгіттеп бізге алып келіп жатсамыз, сонда Өз-өзіне қол жұмсамақ. Жұмсамақ. Өйткені ол жалғыз өзіне емес, тағы да балдарына да қол көтермекші болған. Сонда біз ол кісіні алған, бізге көндірдік, келді, емдедік. 2 аптадан кейін ол кісі айтады ғой, мен осыған бола өлгім келген, мен өзім таңғаламын дейді. Неге? Өйткені оны кеп тыңдап отырсақ, ол өзінің жанұясындағы болып жатқан проблемасы барлық тапқан үйіне алып келмейді, басқа жаққа алып барады, мысалы жолдасы. Соған ашуланады. Әйел. Соған ашуланады, соған намыстанып кетеді. Сонда біздің не керегіміз бар деген сияқты да. Сондықтан оның нәтижесі. Жаңағы болып жатқан үйдегі болып жатқан құбылыстың, процестің нәтижесі жаңағы әйелдің сондай шешімге келді, өзіме қол көтеруім керек деген сияқты. Соны біздің мамандар сөйлесіп болғаннан кейін бар, оның көзін жеткізгеннен кейін бұл мәселенің шешілетін жолдарын бар екенін көрсетті. Яғни сол шыққаннан кейін барып айтып жатыр ғой, сіздерге рахмет, мен осындай болмайтын нәрсеге бола, мен қаншама адамның жанына қастандық жасағым келген, және қандай зияным тиіп кететінін мен енді түсіндім дейді. Мысалы, жаңағы сіздің айтқан 3 мысалыңызда да сондайға мысал келіп тұр. Бұл 3 мысалда да
үш кейіпкер де бірінші қылмыс жасап алады да, Мгм. кейін қылмыс сол жасағаннан кейін мына қылмыстан қашу Алматыда үшін жауапкершіліктен көбінесе бұлар көбісі жауапкершіліктен қашу нәтижесінде жасалады көбінесе. яғни бұл ол кісілердің ауру деген білдірмейді, ол кісілердің науқас дегенді білдірмейді. Жоқ, мен алдында айттым ғой, ауру деу үшін біз зерттеуіміз керек. Біз оның бір істеген қылығы үшін, бір айтқан сөзі үшін бірден диагноз қоя алмаймыз ғой. Түсініп отырсыз ба? Ол кез келген адамның мінезінің бір ерекшелігі болуы мүмкін. Түсініп отырсыз ба? Неге бұл сұрақты бүйтіп қайта қойып отырғаным, қатты ұқсайды да бұл деректер бір-біріне. Мысалы, Алматыда тағы да бір тұрғын үй кешенінде жақында ғана болды. Көлігімен таптап бәріміз бір жан түршігерлік жағдай болды ғой. Жігітті өлтіріп тастады, көлігімен өлтіреді. Сосын үйіне барып, суицид жасамақ болған кезде полиция келеді. Ол жерде де дерек бірінші қылмыс жасайды, содан кейін өз-өзіне қол жұмсамақ болады. Менің білгім келетіні, бұл кісілер қылмысты жасыру үшін, жауапкершіліктен қашу үшін, осындай әрекетке барды ма, әлде бәріне ортақ бір диагноз болуы мүмкін? Жоқ, енді біріншіден ортақ болғанда жаңа қылмыстан қашуға, сосын барып көбінесе бұлар мынау сана сезімі, есі сау кезінде жасамайды, ол көбінесе мынау алкоголь ішімдіктерінің әсерінен, соны істеп болғаннан кейін бар, бұлар соны істеп болғаннан кейін бар, олар өздеріне баға бере бастайды, мен не істеп қойдым деген сияқты. Сол кезде бар, оларда сондай жаңағы осы жауапкершіліктен кету мақсаты деген пайда болуы мүмкін де іштерінде. Соның нәтижесінде олар осындай өздеріне қол көтеруі де мүмкін. Сапар аға, тағы да қазір қоғамдағы бір өзекті жақында заң қабылданған тақырыптардың бірі абьюзерлік. Жалпы абьюзерлік ол әйелдікі, еркектің абьюзер еркек еле немесе абьюзер әйел болып бөліне ма? Жалпы оның белгілері қандай? Жоқ, абьюзер деген не? Абьюзер деген өзінің басымдылығын көрсету. Ол абьюзер жанұяда болуы мүмкін. Ол еркек көрсетуі мүмкін, әйел көрсетуі мүмкін. Мысалы, еркек көрсетсе, ол тек өзінің айтқанын істетеді, өзінің жаңағы алдына қойған мақсатын істетеді деген сияқты. Егер оған қарсы шықса, оны тыңдамай итеріп тастайды деген сияқты. Ал әйел еркек адамға абьюзер жасайтын болса, ол біріншіден балдардың алдында жаңа әкесінің намысын төмендете бастайды. Сен басқа бір адамдармен салыстырып, мысалы, анау бай, ақша жақсы тауып алды, сен болса кімсің деген сияқты. Балдардың алдында соның жаңағы дәрежесін төмендетуге тырысады. Бұл да абьюзердің түріне жатады. Сонымен қатар ол жалғыз жанұяда емес, ол біріншіден коллектив жұмыс істеп жатқан жерде болады. Мысалы, оқып жатқан оқушылардың арасында болады абьюзер деген сияқты. Мысалы, араласып жүрген достарының арасында абьюзер болуы мүмкін. Түсініп отырсыз ба? Енді көбінесе жаңағы кейбіреулер ойлайды, жаңағы мынау абьюзер жасаған кезде кейбір адамдар өздері абьюзер жасап, өзінің абьюзер екенін де білмейді. Түсініп отырсыз ба? Неге? Өйткені жаңағы адамды намысына тиіп, үнемі кемітеді, не қылады. Ал егер жаңа берген тапсырманы уақытылы істемесе, ол басқа бір адамдардың жағдайын келтіріп, мысалы, ауру болса да жұмыс жасап, сен болсаң сау болып, мынандай қылып істеп жатсың деген сияқты, мысалы, бұл да абьюзерге жатады. Түртпектеу. Түсініп отырсыз ба? Сондықтан кейбіреулері өздерінің абьюзер екенін де түсінбеуі мүмкін. Білмеуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде не? Бұл жерде өзінің басымдылығын көрсету. Түсініп, бұл енді абьюзерлер, олар қорқпайды, оған қарсы шығып сөйлегенге қорқпайды. Олар осы өзінің басымдылығынан айырылып қалама деп қорқады. Бірақ үнемі басқа бір адамды қорқынышта ұстау, үрейде ұстау, осы абьюзерлік туралы көп тереңдетіп материалдар қарадым, абьюзерлік пен маньяктық ұқсайды екен да, екеуіне тән бір белгілері мен оқыған еңбектерде. Сонда, мысалы, көптеген, мысалы, криминалистикада тергеушілер маньяктарды тез таба алмайды екен, өйткені олардың көбінде біз көшеде жүрген алқаштан басқадан қорқамыз, көп жағдайда маньяктықты адам өлтіруге жоғары білімді, кәдімгі сырт қарағанда оны ешкім білмейді маньяк екен, анықтау өте қиын дейді. Жалпы осы тақырыппен зерттеген кездеріңіз болды ма? Мысалы, маньяк пен абьюзердің арасында қатты ұқсастықтар бар ма? Әрине ұқсастық бар. Енді біріншіден абьюзер деген ол мынау қоршаған ортаға өте мәдениетті болып көрінеді, сыпайы болып көрінеді. Жаңағы қойған сұрағыңызға сондай жаңағы жауап беріп, сіздің жаңағы ішіңіздегі ойдан шығып, сондай әдем болып көрінеді. Сырт көзге өте жақсы. Әрине. Ал олардың сосын қорқатыны, бұлардың шын кейпін біліп қоя ма, шын түрін біліп қоя ма, содан қорқады бұлар. Ал енді жаңағы маньяктардың да ұқсастығы сода ғой. Бұлар
көбінесе қоршаған ортаға. Ол жаңа өзінің қоршаған ортаға оның жақсы жағын ғана көрсетеді да, ал жаман жағы тек өзінің ішінде ғана тұрады. Түсінесіз ба? Ол жаңағы абьюзерлік пен жаңағы маньяктың ұқсайтын жерлері осында. Сапар аға, жаңа сенім телефоны туралы айтып қалдыңыз. Жалпы қаншалықты көп хабарласады осы сенім телефонына, тағы да нөмірін айтып кетсеңіз болады. Енді бізде мына 376-56-60 сенім телефоны бар. Бұл сенім телефоны бізде тәулік бойы жұмыс істейді. Енді өткен жылғымен салыстырғанда, осы 4 айдың ішінде бізде 1870 қоңырау түсті. Өткен жылғымен салыстырғанда бір деңгейде болып тұр. Енді шын мәнісінде қазіргі таңда бізде мынау суицидке байланысты азайып отыр. Бірақ өкінішке орай осы жанұядағы болып жатқан жаңағы әйел мен күйеуінің қарым қатынасын қоңырауы 70% өсіп отыр өткен жылғымен салыстырғанда. Түсінесіз бе? Сонымен қатар бала мен ананың, ата-ананың арасындағы қарым қатынастың бұзылуына байланысты ол да 30%-ға дейін өсіп отыр өткен жылғымен салыстырғанда қоңыраудың түсуі. Сонымен қатар бізде мына өздерінің денсаулығына байланысты мынау ойын құмарлықты қаяқта емдесек, ішімдікті қаяқта емдесек деген сұрақтар өткен жылғымен салыстырғанда көбейіп отыр. Жалпы жаңа отбасылық жанжалдармен байланысты көп хабарласады дедіңіз ғой, көбінесе әйелдер ма, ер адамдардың хабарласатын кезі болды ма? Жоқ, қазір ер азаматтарды бізге жиі хабарласатын болып жүр. Енді қазір бір тәжірибемізде бір оқиғалар болды. Жаңағы біздің жаңағы ғаламторда психолог мамандардың кеңесін берген, ол психолог болғанда қазір әртістер, ақындар психолог болып кетті ғой. Сондай бір психологтың кеңесімен әйел адам дейді бақытты болу үшін жаралған дейді. Сонда жаңағы әйел оны естіп отырады да, оның үйіндегі мал мүлкін барлығын сатып, жаңағы бала шағасын тастап, күйеуін тастап, осы Алматыға бақытты болу үшін келеді. Сонда ол алып келген қаражаты бір ай, 1,5 айға ғана жетеді, қалған уақыт таусылып қалғаннан кейін оның бақыты сонымен бітіп қалады. Сонда айтады ғой, мен бақытым сонда 1 айға ғана созылды ма деп. Сонда жаңағы адамдардың атақты, әйгілі жұлдыздардың бір ауыз сөз айтқан сөзіне сенеді. Сіз сол үшін, сондықтан сіз барлығын тастауыңыз керек дейді. Сіз қазір үйдің жағдайын жасамаңыз, балдардың, күйеуіңіздің кірін жумаңыз, тамақ істемеңіз дейді ғой. Соны істейді олар. Сөйтіп бізге хабарласқан, мысалы, ер азаматтар да болды. Мысалы, әйелім шын мәнісінде кетіп қалды, қаяқта екенін білмейді. Соны іздестіріп жатырмыз. Маған қандай кеңес бересіз? Мысалы, қазір ер азаматтардың арасында көбейді. Қазір әйел адамдар өздерінің жанұясын тастап кетіп қалып отыр. Бұған жаңа тікелей себеп болып жатқан қазіргі коуч, психолог дегендердің көбеюі ма? Жалпы оқымай психолог болған адамдардың халыққа, жаппай халықтың сауатын ашуда психологиялық, психикалық ақыл есіне бір қауіп бар ма осы жаппай оқытудан? Әрине, оны мысалы жаңағы бір қарапайым мысал, зияны қанша, қарасаңыз қанша жанұяның, үйіп отқан жанұяның бытшын шығарды. Мысалы, енді ол әйел адам айтады, мен енді кетпеймін, мен өмірдің бар осында екен ғой дейді. Мысалы, жатқым келгенде жата салам дейді. Ол енді біреудің кірін жуу, біреудің не жағдайын жасау маған керек жоқ, мен өзімнің ғана жағдайым жасайды дейді, мысалы. Ал бұл жерде бұл жаңағы кеңес беріп отқан психолог бір үйдің талқанын шығарды. Бұл зиян ба, зиян емес? Әрине зиян. Зиян, ол жаңағы көп сөйлейді, жаңағы 1 апталық, 2 апталық курсты оқып аламын да, мен маман болып шыға келемін деп. Ол шын мәнісінде тәжірибемен берілетін нәрсе. Ол кейбір қазіргі жаңағы кейбір атақты адамдар, жұлдыздар сол өзінің атақтыларын пайдаланып, жаңағындай 1 айлық, 2 айлық, нақыл 3 айлық курсын бітіріп алады да, сондай бір жақсы психолог, кеңесші болып шыға келеді. Бұл не деген сөз? Бұл деген сөз қазіргі шын мәнісінде біздің халықтың осы психологиялық, психиатриялық, психотерапиялық көмекке мұқтаж екенін көрсетіп отырды. Олар енді шын мәнісінде осы әрбір аймақтарда осындай біздің сияқты орталықтар бар. Олар бізге келмейтін себебі өткен біріншіден жаңағындай
диспансерлік бақылауға қойып қояды деп қорқады. Мгм. Егер диспансерлік бақылауға қойды ма, ертең жұмысқа тұру қиын болады. Яғни біздің өмірімізге, болашағымызға үлкен кедергі істейді деп Мгм. олар келмейді біріншіден. Екіншіден, жаңағы психиатр мамандар сау болсаң да сені жындығып қояды да, сосын Мгм. керек емес дәрілерді салдырып, сені адам қалпынан төменге түсіріп тастайды деп қорқады. Мгм. Түсініп отырсыз ба? Мгм. Сондықтан бұл жерде жаңағы жеке меншік, яғмаса мемлекеттік емес жаңағы ұйымдарға баруға тырысатын сондықтан. Мгм. Мысалы, ақыл есінде ауытқуы бар, жүйке жүйесі сыр берген адамның осындай оқымаған мамандарға қаралуы сол адам үшін қаншалықты қауіпті? Енді біріншіден, ондай да мысалдар өте көп болды бізде. Мгм. Жеке мамандарда емделдік, жаңағы жеке клиникаларда емделдік деп. Ал шын мәнісінде оларды уже асқыну болғаннан кейін барып, олар амал жоқ бізге жібереді. Мгм. Сол орталыққа барыңдар деп. Сосын нәтиже болмағаннан кейін туған туысқандар өздері де келеді. Біріншіден өздері келіп ақыл кеңес алып кетеді. Сосын алып келеді. Одан кейін бар біз көру нәтижесінде біз айтамыз, бұны емдеген дұрыс. Енді бізде жаңағы түсіндіретініміз, диспансерлік бақылауға қоятын себебіміз, өйткені ауру бар болса, оны бақылауға қойған дұрыс. Біріншіден, неге? Өйткені тегін дәрі-дәрмек алады. Біздің неде салада қолданатын дәрілер былай кез келген дәріханаларда сатылмайды. Сондықтан сосын олар қымбат тұрады. Сондықтан ол жаңағы егер ауру бар болса адамдарды диспансерлік бақылауға қойып, олар бізде тегін дәрі-дәрмек алып, соны ішіп отыру керек. Енді біздің осы психикалық ауытқуы бар адамдардың басқа аурулармен ерекшелігі бұл, егер уақытылы дәрісін ішпей отырса, жаңағы құбылыстар өршігіп тұруы мүмкін, қайталанып тұруы мүмкін. Уақытында ішпесе. Мысалы, бізде жақында бір ауру келді, мен сіздердің орталықтарыңызда 17 жыл болып жатпағаныма дейді. Сонда біз сұрап отырмыз, оның нәтижесі не, қалай жеттіңіз оған? Сонда ол айтады, мен өзімнің ауруымды басталатын кезде мен өзім сезем дейді. Сол кезде мен келемді бірден сіздерден дәрімді алып, сол дәрімді уақытылы ішем дейді. Қазір ол өзінің жұмысын ашқан, өзі жұмыс жасайды, семьямды асырап отырмын, анама, әкеме көмектесіп отырмын деп. Мысалы, енді соған байланысты, мысалы, біздің орталықта біз менталды білім беру мектебін аштық орталықта. Ол кімге? Біріншіден, осы ауырып қалған адамдардың туған туысқандарына арналған мектеп. Өзіңіз білесіз, мен айттым ғой, жаңағы намыстанады, ұялады, біреуге айтуға қорқады, жаңағы біздің ғимаратқа кіргеннің өзінде жан-жақтарына қарап кіреді, көршім көріп қоймаса екен, біреу көріп қоймаса екен. Сондықтан ондай болмау үшін біз жаңағыдай менталды білім беру мектебін аштық. Ол мектепте біріншіден медициналық көмек көрсетіледі, екіншіден әлеуметтік қолдау көрсетіледі, сонымен қатар заңгерлеріміз заң шеңберінде көмек кеңес беріледі. Мысалы, ауру түседі, соның туған туысқандарын жаңағы телефондарын алып, жаңағы өзіміздің чатқа қосамыз да, сол чатта бұл кісі бірден өзінің мазалап жүрген сұрақтарын қойып, сол жерде дәрігерлерден уақытылы кеңесін алып отырады. Мысалы, бұрын бұл болмағанда, олар үнемі кімге барарын білмейді, қай дәрігерге барарын білмейді, кімнен кеңес сұрауын білмейді. А мына жерде бірден. Енді біз 19 жылы аштық бұл мектепті. 19 жыл бізде 28 ата-ана болса, қазіргі таңда 300-ден астам ата-аналары осы біздің мектепте. Олар уақыт керек кездегі өздерін мазалап жүрген сұрақтарын сол жерде қойып, сол жерде жауабын алады. Бұл өте жақсы қолдау екен, Сапар аға. Менде бір кейіпкер болған, бір мамаларының ақыл есі ауысқан, бірақ қыздардың да өмірі бұзылып бара жатты да, анасына қалай қарауды білмейді, есепке тұрғыза алмайды, қайда барып кімнен сұрарын білмейді. Біз сол сәтте Жазираға хабарласып, ақыл кеңес алып, мамандарға көмектестік біз. Ал сондай қаншама адамдар жүр да, қайдан сұрарын білмейді. Жаңа сіз айтпақшы, сіздердің ғимаратқа кіруден ұялып. Ол жалғыз енді бұрын үлкендерді болса, мысалы, ол мектептің бір ерекшелігі, біріншіден сол жердегі ата-аналардың өздері, мысалы, біз осы психикалық ауытқуы бар адамдарды компьютерлік сауаттылыққа үйреттік. Сол бізде мектепке келіп жүрген өзіміздің науқасымыз, ол өзі осы программист болып істейді, сол өзіміздің іштегі аурулардың барын компьютерлік сауаттылыққа үйретті біріншіден. Екіншіден, сонымен қатар ағылшын тілін білетін науқастарымыз бар, олар да солар жаңағы класс сынып ашып беріп, сол жерде
соны жасады. Енді қазіргі таңда біз 2 жыл болды, енді осы балалардың арасындағы менталды білім беру мектебін аштық. Енді биылдың өзінде біз мысалы балаларға арнап кулинарлық класс аштық. Тамақ істеу классы. Екіншіден оларға бақша ашып бердік. Үшіншіден қазір біз жоспарлап отырмыз театралды класс ашып берсек па деп балаларға. Енді жаңағы ас кулинарлық классты ашқан себебіміз өйткені балалар мына қамырды илеуді үйренсін. Яғни біздің орталықтың мақсаты осы біздің ауруларды осы қоғамға бейімдеу. Яғни ертең дегенде өзінің күнін көріп, өзі қай жерден пайда болатын, қалай істеу керек екенін үйрету. Енді қазіргі таңда біз осы қаңтар айынан бастап осы кулинарлық классты ашып балдарды үйретіп жатырмыз. Мысалы бүгіннің өзінде де өткен аптада мысалы пицца жасауды үйреттік. Сонда жаңа балалардың жасаған кездегі жүздерін көрсеңіз, шын мәнісінде ана ата-аналарына көрсетеміз, сонда ата-аналар кейбіреулер көздеріне жасалады. Балдар үйде жүргенде асханаға жоламайды дейді. Мына жерде олар қуана жаңағы бірінші кезде істегенде қамырды илетіп, сонда келген ата-аналарына өздері жаңағы пряник істеп берген кезде жаңа мамалар жаңа дәмін көрген кезде көздеріне жасы алып, менің балам осындайға жетті ме деп. Сосын сонымен қатар бұларға бақша ашып бердік. Ол бақшада жаңағы кез келген табиғатқа жақын болсын, мынау қалай өседі, қалай егеді. Қазір олар өздері екті да. Енді қазір күнде суару арқылы жаңағы өсіп келе жатқан жаңағы помидор болсын, жаңағы огурцы болсын, соның өскен құбылысын өз көздерімен көріп, өздері соған қамқорлық жасап жүр. Мысалы, енді қазіргі таңда біздің мақсатымыз осы балаларға осы театралды класс ашып берсек па деген жоспарда отыр. Бұл да негізінде мақсатымыз балаларды еңбек реабилитацияны өту. Енді жалғыз балалар емес, біздің орталықта бізде тігін цехымыз бар, типографиямыз бар, картонажды цехымыз бар. Бұл деген сөз, мынау айттым ғой, жаңа 12 мыңға жуық адам диспансерлік бақылауда тұрады. Солар құр үйде отырмасын деп бізде еңбек реабилитациясын өтсін деген мақсатта. Енді бұл біздің науқас адамдардың өздерінің ата-аналарының өздері келіп айтады. Маған айтады, дәрігер, бұл осыларға бір нәрсе ойлап тапшы дейді. Бұлар мына 4 бөлмеде отырып, керісінше ауру асқынатын сияқты. Ал сіздерге келіп еңбек етсе, бұл керісінше деп. Мысалы, біз енді 3 жыл болды, үлкендерге, ересектерге жаңа бақшаны ашып бергенімізге 3 жылдай болды. Сол бақшада олар қазір жылда, мысалы, таңғы 7:30-да күтіп отырады, бізге бақшаны ашып беріңіздер тез деп. Сонда ашамыз да, олар соны азаннан кешке дейін сол жерде өздері жүріп, өздері егіп, жаңағы қамқорлығын жасап, сондай еңбек реабилитациясынан өтеді. Өте жақсы. Жаңа айтып қалдыңыз, компьютерді білетін науқастарымыз бар деп. Ағылшынша оқитын, жалпы ақыл есінде ауытқуы бар, егер тұқым қуалаушылықты ескермесек, ауытқуы бар науқастар көбінесе қай мамандық бір белгілі бір не бар ма, статистикасы жасалған ба, қандай? Ол кез келген, егер ол тұқым қуалайтын болса, кез келген мамандықтан шығады. Егер ол тұқым қуаласа. Біріншіден. Екіншіден, енді көбінесе мынау басына жарақат көп алатындарда органикалық өзгерістер болуы мүмкін. Басына жарақат алады. Біріншіден. Ал екіншіден, сосын алкогольді ішетін адамдарда, оларда да пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар қазір мынау адамдардың арасында енді кез келген ауру айтып атады ғой, жасарып келе жатыр деп. Мына бізде деменция деген түсінік бар. Ол жаңа ақыл есінің слабоумие дейді ғой, кемдігі. Мысалы, бұл бұрынғы кезде 70-тен асқан кезде пайда болатын болса, қазір енді 50-ден асқаннан кейін де пайда болып жатыр. Ол немен байланысты? Ол айтып отырмын ғой, қазір басына жарақат көп алғандарда болуы мүмкін. Сонымен қатар алкогольді ішімдікті көп тұтынғанға байланысты. Ондай да жағдайлар өте көп болды. Жаңағы сол 50-ден 52-53 жастағы кісіні алып келген кезде, ол кісіде сондай диагноз болды да. Енді ол кісілердің бір несі жаманы, бұлар кішкентай бала сияқты ғой. Өздерін не істеп алжып қалу ғой. Алжып қалу, олар не істеп не қойған білмейді. Мысалы, үлкен дәретке отыра салып, сол дәретмен ойнап отырады деген сияқты да. Сондай құбылыстарды қазір жасарып келе жатқанын көріп жатырмыз. Мысалы, сондай адамдар енді көбінесе қазір мынау қарт ата-аналарына өткенде енді біздің таныстарымыздың арасында да мысалы айтады, жаңағы үйдегі холодильникті өшіріп қояды дейді да. Я болмаса дәретханаға шыққаннан кейін мына светін өшірмей кетеді дейді.
я болмаса үтікті қосып тоқтан шығармай кетеді дейді. Я болмаса сыртқы есікті ашып жабуды ұмытып кетеді дейді. Сонда бұл жаңағы деменцияның алғашқы белгілері. Ұмытып кету. Әрине. Кейбіреулер бізде қазақта не ой қартайғаннан ғой депті. Ал шын мәнісінде бұл жерде ондай белгілер болған кезде бірден зерттеу тексеру өткізіп, жаңа мидың қан айналымын жақсартатын дәрі-дәрмектерді, әртүрлі дәрумендерді қолдануды бастауымыз керек. Неге? Өйткені егер ол құбылысты біз жаңа дәрі-дәрмек қолданбасақ, бұл құбылыс тез өршіп кетуі мүмкін. Мысалы, ол 2-3 жылда асқынып, 2-3 жылда асқынып кетуі мүмкін. Ал егер біз уақытылы оны жаңа алдын алу шараларын жасайтын болсақ, біз ол құбылысты біз 5-6-10 жылға дейін созып тастауымызға болады. Егер дәл осындай біз мысалы ұмытшақтықты ауруға баламаймыз ғой, ұмытып кетті, жарайды деп қараймыз да, мысалы. Егер осындай белгі байқаса, барып арнайы мамандардан ем алғаны дұрыс. Кеңес бересіз. Әрине, ол жоқ, енді ұмытқанның әртүрлі себебі болады. Мысалы, кейбіреулер жұмыс көп болып ұмытып кетеді. Солай ғой. Ал мынау қарапайым құбылыс. Мысалы, күнделікті жасалып жатқан нәрсе, күнделікті үйде жасалып жатқан нәрсе, күнделікті тамақ істеп жатқан нәрсе, күнделікті дәретханаға шығып жатқан нәрсе еді. Сөйтіп бір күні ол 1 рет ұмытады, 2 рет ұмытады, 3 рет ұмытады, 4 рет ұмытады, 5 рет. Бұл енді белгі. Бұл белгі. Алғашқысы белгі. Сол кезде біз көңіл бөлуіміз керек. Біздің әдетіміз не? Ол қартайғанның белгісі ғой дейміз, отыра береміз. Өйтуге болмайды. Керісінше көңіл бөлуіміз керек. Сол кезден бастап мамандарға алып барып, кеңес алып емделуіміз керек. Қазіргі таңда негізінде осы психикалық ауруға, психикалық денсаулыққа аса маңызды көңіл бөлініп жатыр. Неге? Өйткені мынау қазіргі таңда мынау ғаламтордың дамыған сайын адамның ойлау қабілеті дамиды. Түсінесіз ба? Енді қазіргі таңда бізде балдардың, жастардың арасында қазіргі балалар туа салып 2-3 айлығында ата-аналар соны жыламасын деп жаңағы қолымыздағы планшетті, яғни қолымыздағы ұялы телефонды беріп қоямыз. Яғни біздің өзіміз баламызды соған тәуелділікке итеріп жатырмыз. Қазіргі таңда мысалы 6 айлық бала, 7 айлық бала сөйлей алмайды, бірақ жаңағы қай жерді ашу керек екен, қай жерді жабу керек екен, бізден жақсы біледі. Яғни біз өзіміз балаға бейімді қылып жатырмыз. Сондықтан қазіргі таңда менің айтарым, балдарды осы гаджеттерден уақытша тоқтатуымыз керек. Неге? Мысалы, шетелдің мамандарымен біз жаңағы үлкен нұсқаулықтар шығарып жатырмыз да біздің орталық. Сонда біз ана шетелдің ғалымдарымен ақылдасып не қылған кезде, шетелдің ғалымдары айтып жатыр, біздің де айтып жатқанымыз да сол, 2 жасқа дейін балдарға бермеу керек еш нәрсе. 2 жасқа дейін. Ал кейін бара-бара, мысалы біз Алматы қаласының білім басқармасымен бірігіп, біз үлкен әдістемелік нұсқаулық шығардық. Ол жерде мынау балдарды гаджеттен қалай айыруымыз керек. Сонда біз 1 сыныптан 11 сыныпқа дейінгі балдарды анықтама, сұрама арқылы зерттедік. Сонда зерттеу нәтижесінде балалардың жасы ұлғайған сайын жаңа гаджетпен отыруы көбейіп кетеді. Сондықтан бұл жерде мен ата-аналарға айтатыным, ол мүлдем берме деп жатқан жоқпын, беру керек, бірақ балдармен біз келісуіміз керек. Қазір балдарға қол көтерген сайын, ұрған сайын, олар керісінше ерегісіп кетеді. Жоқ, балдарға біз шындықты айтуымыз керек. Мысалы, біз келісуіміз керек, сен сабақтан келгеннен кейін 1 сағат демаласың, тамағыңды ішесің, одан кейін барып жаңа гаджетте 1 сағат отырасың. Содан кейін барып біз үй тапсырмасын орындаймыз да, сосын барып жатамыз деген сияқты. Сөйтіп біз келісім жасап қоюымыз керек. Қазіргі балдарға қазір айтып түсіндірсеңіз, олар тез қабыл алады. Мысалы, қазіргі таңда да мысалы қаражат туралы да айтады, мысалы үйде ақша болмайды, ақша сұрайды. Ақша жоқ деп айта салады. Мен айтамын да, ол жерде ақша жоқ. Неге жоқ? Соның себебін айтуымыз керек та, мысалы. Барлығын ашып айтып айтсаңыз. Сосын өткенде бір кісі сұрайды, үлкен апа ғой. Мен жаңағы балам немерем боғау сөз айтады, мен содан қорқам дейді. Мен қалай айтып түсіндірерін білмеймін дейді. Мен апа, сіз оны қорқпаңыз деймін да. Жаман болады айтпа деп қолымнан ұрам дейді. Сіз оны ашып айтсаңыз, ол не туралы? Мысалы, біреудің шешесін боқтап жатыр ма, біреудің әкесін боқтап жатыр. Сонда сіз ашып көрсетіңіз. Сен мысалы соның мамасының несін тиіп жатсың. Егер сенің мамаңа сөйтіп біреудің несі тиіп жатса жақсы ма десе, әрине ол жоқ дейді. Соны айтқаннан кейін бар, жаңа апа айтады ғой, ананы айтқаннан кейін қойып мүлдем аузына алмайтын болды дейді. Түсінесің? Сондықтан қазіргі таңда біз ата-аналарға айтатыным, уақытылы көңіл бөлуіміз керек балдарымызға. Неге? Өйткені қазір балдарға уақыт бөлмесек,
ертең уақыт келеді, олар бізге көңіл бөлмейді. Түсініп отырсыз ба? Сол ғой қазіргі таңда аталарды қазір қарттар үйіне жіберіп жатыр. Енді ол мәселе бөлек мәселе. Түсініп отырсыз ба? Сондықтан бұл жерде құндылық деген жоқ бар жатыр бізде. Құндылық. Түсініп отырсыз ба? Бұрын мысалы біздің әкеміз келе жатыр деген кезде біз мысалы тамнан шықпайтындығымыз. Ол кезде біздің құндылығымыз басқа тұғын. Қазіргі заманда құндылық жоқ. Түсініп отырсыз ба? Құрып бара жатыр құндылығымыз. Сондықтан оның барлығын қайттан келтіруіміз керек, қалпына алып келуіміз. Біз әр жанұяда, мысалы ол кейбіреулер айтады, ол мемлекетте аяқта болып жатыр дейді, ал шын мәнісінде ол жанұядан басталады. Иә, әр жанұя. Егер әрқайсымыз өзіміздің жанұямызды жаңағындай тәрбиелеуді үйретіп жатсақ, өзіміз қалай көрсету керек, қалай не қылу керек, өзіміз көрсетсек, ол кейін бала өзінің жанұясында соны көрсететін болса, деймін да мысалы. Сол. Ал мысалы өткенде бір үлкен бір кісіні алып келіп, мысалы кеңеске келіп отыр, мен сол кісіге сұрақ қойып отырсам, оның орнына әйел жауап беріп отыр мысалы. Үлкен кісінің орнына ма? Әйел жауап беріп отыр. Көрдіңіз ба? Бұл жерде үйде ер емес, анасы, әйел үйде басқарып отқан білініп тұр да. Өткен неге ол емес, мына кісі жауап береді. Сонда мен айттым, сіз қалай өзіңіз деймін да? Мен мына кісіге сұрақ қойып отырмын, сіз оның жауап беріп отырсыз, ойлауға мұрша бермей жатсыз. Сонда әйел адамға айтамын, сіз өзіңіздің күйеуіңізге президентке, ханға қарағанда қарағыңыз келе ме десем, әрине қарағым келеді дейді. Ал егер өйтіп қарағыңыз келсе, сіз сондай жағдай жасаңыз деймін да күйеуіңізге. Мысалы сіздің балдарыңыз мектеп жаңағы киноға, ямсы басқаға қыдыруға барар кезде дейді, папасынан емес сізден сұранады ғой десем, иә дейді. Неге? Неге? Сіз керісінше айтпайсыз ба, бірінші папаңнан сұра, сосын барып менен. Егер папаң келісім берсем, сосын барып шешім қабылдаймыз деген сияқты. Соны айтқаннан кейін жаңағы әйел шын мәнісінде 360 градусқа өзгеріп кетті. 360 градусқа өзгеріп кетті. Қазіргі таңда дейді, жаңағы күйеуінің не айтса, соған қарап отыр. Соның ойымен ғана сөйлейтін болып жатыр да, мысалы. Енді ол шын мәнісінде кейбіреулер бұл жаңа абьюзерлік дедік қой. Абьюзерлікті кейбіреулер абьюзер болып жүрген білмеуі мүмкін. Түсіндіңіз бе? Сондықтан осындай біздің психолог, психотерапевт мамандарға келген кезде соны біз жолын ашып бағытын береміз. Қазір енді шын мәнісінде жаңа кісіге ханға қарағандай қарайды дейді. Сондықтан мынау ата-аналарға айтатыным, барлық шаңырақтан басталады. Мысалы анасы дастарханның басында үнемі жаңағы жолдасына, ямаса балдарының көзінше жаңағындай доқ көрсетіп отырса, өсіп келе жатқан балалар бұны қалып жағдай деп ойлауы мүмкін. Яғни ана үйде басында болу керек деп ойлауы мүмкін. Сондықтан бұл жерде біз әр айтқан сөзіміз, біздің жанұяда істеп жүрген әл қылығымыз, айтқан сөзіміз балдардың мына жерінде қалады. Яғни олар өскенде оны міндетті түрде қайталайды. Негізінде кез келген жаңағы болып жатқан құбылыстарға алдын алу шаралары негізінде шетелдің өзі де қазір мойындап жатыр ғой. Ең қарапайым алдын алу шарасы профилактика. Жанұялық тамақ ішу дейді. Бір дастарханның басында. Мысалы, бір дастарханның басында сіз тамақ ішіп отырсаңыз, біріншіден сіз тамақтан рахаттанасыз, біріншіден, екіншіден сол жердегі болып жатқан әркім өзінің мәселелерін, проблемаларын айтып, тамақ ішіп отырып, соны талқылайды. Көрдіңіз бе, қандай керемет нәрсе. Ал шын мәнісінде қазіргі ондай бізде көп жағдайларда жоқ. Неге? Өйткені әркім өзінің несімен айналысады. Мысалы, баласы келеді, ол компьютермен айналысып кетеді. Бір-біріне уақыты жоқ. Уақыты жоқ. Түсініп отырсыз ба? Мен қазіргі айтатыным сол ғой. Мына ата-ана мен баланың арасындағы қарым-қатынастың дефицит. Сөйлеу дефицит. Түсініп отырсыз ба? Мына бір-біріне жаңағы кеңес беру дефицит пайда болып жатыр да. Сондықтан біз одан айырылуымыз керек. Біз өзіміз әрқайсымыз өзіміздің жанұямыздан бастауымыз керек. Сонда барып бізде барлық жақсы болады. Егер қойған мәселесіне, қойған сұрағына бала уақытылы жауабын алып отырса ата-анасынан, барлық жақсы болады. Сондықтан мен үлкен рахмет сіздерге осындай шақырып, осындай психикалық денсаулыққа, психикалық ауруларға көңіл бөліп, осының мәселелерін талқылап, оның алдын алу шараларын не істеу керек, сондай мәселелерді көтеріп отқандарға сіздерге де рахмет. Жақсы, Сапар аға, көп рахмет сізге арнайы уақытыңызды бөліп, бізге келіп құнды мәліметтеріңізбен және ақыл кеңесіңізбен бөліскеніңізге. Бүгінге осы, аман болыңыздар. Қол болсаң қолыңда, құл болсаң төбеңде, ойнайды тұрғанша рухыңнан төгілме, кеудеңде керіп жүр
болмас қазақ